Барлықтарына сәлем, менің танысым соның болған ситуациясын тез айтып берейін, және барлығымызға бұл біреудің қателігі барлығымызға сабақ. Біріншіден, егерде сіз қандай да заведение ашып жатсаңыз, медициналық, мысалы капельница салу адамдарға бір медицина мен денсаулықпен байланысты, міндетті түрде, егер сізде медсестра болса, врач болса, оның лицензиясы керек. Соны істеуге рұқсат етілген официальный документі. Жай ғана оны қарамаңыз, ол өте маңызды документ. Және де сіз мысалы бір нәрсе, бұл бірінші өте маңызды нәрсе. Екіншіден, өте сақ болыңыздар. Кейбір адамдар мысалы айтады, менің документтерім бар, мен медсестрамын, осындай университетте бітірдім, бірақ документтерін ашып қарасаңыз, ол документтер шынымен сәйкес келмейді официальный документке. Соған да сақ болыңыз. Бұны айтып жатқан себебім, менің жаңағы танысым, оларда сондай ЧП болған, яғни случай 19 жастағы бала қайтыс болған. Капельницаны алып жатқан кезде құлап қалған без сознания и сразу өліп кеткен. И бұл әрине ол жігіттің жаңағы жүрегімен проблемасы болған, асыналық атын айтпай қояйын, бірақ бұл жағдайда жаңағы танысымның жаңағы әке-шешесі сол жердің юридически, сол офис па, сол зданияның юридически жаңағы иелері болған. Ал оны жаңағы арендаға алып жатқан адамдардың, медсестралардың документтері болмаған екен. Енді қазір білесіз, адам қайтыс болғаннан кейін ол жерде жаңағы барлығы да тексеріледі, барлық нәрсеге жауап береді. Бірақ көрдіңіз бе, бір нәрсе, мысалы қандай, бұл капельницадан болмау да мүмкін, олар барлығын дұрыс салған дейді, барлығы дұрыс болған. Бірақ бәрібір де ең соңында, мысалы, денсаулықпен ойнауға болмайды, адам денсаулығымен. Сондықтан да егер сізде сондай учреждение болсаңыз, міндетті түрде тексеріңіз, документтеріңіз бәрі сәйкес келе ма, заңмен, сақ болыңыздар. Осыны айтайын дегенім.